Арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге тез дайын болатын шелпектің рецептісімен бөлісемін. Видео ұнаса соңына дейін көріп тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен айранымызға ас содасын салып араластырамыз. Одан соң қантымызды саламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай айранымыз тез ашы бастайды. Оған енді тұз және суымызды құйып жақсылап етіп араластырамыз. Кейін алдын ала үккіштен өткізілген ұнымызға осы сұйықтықты құя бастаймыз. Ең бірінші қасықпен араластырсаңыздар болады. Кейін қолмен басып қамырымыз жиналғанша басамыз. Қамырымыз қатты да жұмсақ та болмауы тиіс. Орташа қылып басыңыздар. Осы қамырымызды 10 минутке қойып қоямыз. 10 минут өтті. Енді қамырымызды алып бөліктерге бөлеміз. Мен бірдей болу үшін 100 грамнан таразыға салып өлшеп аламын. Сонда 7 шелпек шығады. Кеуіп кетпес үшін салафанымызға салып қоямыз. Енді осыны бір-бірден алып жая бастаңыздар. Алдын ала орамалдарыңызды дайындап қоюға ұмытпаңыздар. Барлығын жайып болған соң үстін жауып 5-10 минутке қойып қоямыз. Одан кейін майымызды қоя бастаймыз. Майымыз қызған соң екі жағын бірдей етіп қуырып алыңыздар. Оттың астын қатты қоймаңыздар, себебі майыңыз күйіп, шелпеңіздің іші піспей қатып кетуі мүмкін. Міне осындай жұмсақ, өте әдемі болып көрінетін шелпектеріміз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Видео ұнаса тіркеліп басқа да рецептерді көрулеріңізге болады.